осы жерде қалай болғанда Қайымды абай жоқшысының үлкен бір абай шырақшысы екендігі бас ашық нәрсе енді Қайымның. Абай текстологиясы ол бір жатқан дүние, көзілдірігімізді өзгертейік деген бір материал жазған едім. Абай текстологиясына байланысты. Сонда ең негізгі таған қылып алған материалымызда қарап отырған дүниемізде осы Қайым болды. Текстология дегеннен шығып отыр, сондағы мына әрбір мысалы махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй сол Алланы жаннан тәтті, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және қақ жолы осы деп әділетті деген тұратын, осы бертінге дейін солай болып жүр. Сонда Қайымның текстологиясында және сүй, қақ жол деп әділетті деп беріледі. Және қақ жол әділетті емес, және сүй. Осы үш сүю болады дегенде. Сонда адам, Алла және әділетті үш ұғымы. Солай ғой. Осы секілді кәдімгі осыға келгенде өлең түйіні жазылып, әдебі жазылып, кәдімгі ішкі ағысы бірден ақып кетеді. Ана жердегі және қақ жолы ұстап тұрады кібіртіктеп. Және сүй қақ жолы деп. Осы секілді Қайымның енді бір еске жоқ. Қайымның сол абайтанудағы, абай текстологиясында оның рөлінің аса зор екендігі айтқан едім. Қайымнан да белгілі дүниелер келтірген едім. Осы жерде өзіңізден сұрағым келіп отқан абайтанудағы бағанада айтып өттіңіз енді кішкене дендетіп тоқталып өтсеңіз Қайымның рөлі. Сосын екінші абайды қалай болғанда абай енді Алаштың ең бір арқа сүйеген, былайша айтқанда сәулесі болған дүние екендігі даусыз ғой. Өзіңіз білесіз, 18-ші жылы Семей шәрінде Абай журналының шығуы, оны Жүсіпбек пен Мұхтардың екеу атымен шығаруы. Кейін осы Абай журналы Қайым болып қайтадан жалғасты. Солай емес пе? Қайым шығарды, өз дүниеден өткен шыға әзірде бар ғой Абай журналы. Сондағы Қайымның Абай журналындағы рөлі сұрағым келіп отыр. Мұны айтып отырғаны мен мына Абай журналын төтеді қарпінен Кеглисаға қазіргі біздің орыс қарпіндегі түсіргендегі оған өзімнің қатысым болғандықтан да айтып отырмын. Сондағы шындап келгенде өте элиталық журнал екен. Сол 20-шы ғасырдың басындағы қазақ баспасөзінің ішінде ерекше бір ғажап басылымның бірі болған. Ондағы жазылған мақалалар қандай керемет. Осыға тоқталып өтсеңіз. Енді бұл абайтану деген өте үлкен шексіз ғылым саласы. Біздің әдебиет тарихында болсын, әдебиеттану ғылымның ішіндегі жеке тұлғалық бір кісіге арналатын ғылым саласы болатын болса, соның ішінде барлық деңгейі, критерий анықталған, жан-жағы сараланған, жүйеленген, әбден қалыптасқан және зерттелу бойынша да биік дәрежеге жеткен ғылым саласы осы абайтану ғылым саласы. Бұл енді абайтану ғылым саласы Абайдың өз өмірі, одан қалған мұралар, Абайдың айналасындағы сол заман, одан кейінгі ұрпақтары мен шәкірттері деген сияқты өте бір үлкен ауқымда ақпараттарды, үлкен бір жүйе, білім жүйесін қамтиды. Бұл жолдара Абай тану ғылымында Қайымның сіңірген еңбектері өте орасан зор. Мысалы, ең алғашқы жаңағы Абай текстологиясы деген мәселе Қайымның. Әрбір сөзге жауап беру, мұқият орналасты. Түпнұсқаға жақын деген ең жақсы көшірушілердің қолжазбасын Мүрсейіт Бекеұлынан бастап, ең алғашқы Абайдың қолжазбасы шыққан 1909 жылғы алғашқы жинақтан, содан кейінгі 23 жылғы Абайдың екінші басылып шыққан академиялық басылымы, 33 жылы, сөйтіп 95 жылдарға дейінгі Абайға қатысты текстологиялық мәселе болатын болса, барлығында да Қайым Мұхамедхановтың қолтаңбасы бар. Себебі текстология деген кезде біріншіден ойға оралатын адам Қайым. Өйткені әрбір сөз, әрбір Абайдың өлеңі қай жері қалай дұрыс айтылып жүр ме? Ол дұрыс айтылуға қандай негіздер бар? Қандай дәлелдер келтіруге болады? Бірінде бар нәрсе екіншісінде қайталанып кетті ме, жоқ әлде жоқ па? Ол жаңағы текстология мәселесі зерттеудің әлемде бір 20-дан астам критерийі бар екен. Оның орыс ғалымдары бір 19-18-ін анықтай алады. Оның әртүрлі саласы бойынша. Ал енді Қайым Мұхамедхановтың бұның бір 10-11-дей нұсқасы бар. Мәселен, мына жерде шылаулар жалдат дейтін болса,
ол шылау ма жоқ әлде басқа жұрнақ па жалғау ма, ол өзі бір бөлек критерий болады. Содан кейін дұрыс оқылатын сөздер бар, және мысалы біздің араб тілінен енген, басқа тілден енген сөздерді қалай қолданылып жүр абай текстологиясында кейбір мәселелерде. Міне көне шетелден енген, басқа тілден енген кірме сөздердегі деген сияқты 10-11 критерий бар, сол бойынша анықталады. Міне осы тұрғыдан келгенде оның әрбір сөзіне, әрбір сөздік қолданысқа дұрыс тұрма, қате тұрма, ұйқасқа бағына ма, бағынбай ма, буын саны асып кете ма, аспай ма, осының барлығында бір математикалық дәлдікпен өлшеп отыратын. Яғни мынау отырған күйінде сен қозғалмастай, тапжылмастай жұмыс істейтін ғылым саласы ол текстология. Оған екінің бірі бара бермейді. Өте қиын сала. Және қиын саланы толық еңсеріп шығу үшін де адамға не керек? Білімдарлық керек. Және сол саланы мәтінді шексіз түсіну керек. Мәтіннің кез келген. Өйткені мәтін деген өте ауқымы кең дүние. Ал енді абайдың мәтінін зерттеу деген ол өте қиын себебі қолжазба жоқ, түпнұсқа жоқ. Көшірушілер бар, ауызша тараған бар. Ауызша мен жаңа көшірушілердің арасында айырмашылық бар ма, жоқ па? Ал қайсы ауызша айтатын адам дұрыс айтып жүр, қайсы дұрыс айтпай жүр? Бұл бір-бірімен салыстырулары қара. Бір-біріндегі нәрсені қайталап немесе сондай құйрық басып отыратын жұмыста қайым расында өте үлкен еңбекті еңсерген. Және одан басқа дәл осы сияқты еңбек сіңірген сол кезде абайтанушы жоқ, текстология болады. Басы бүтін бір өзі ғана. Басы ашық. Басы ашық дүние. Ал енді бұны ізін жалғастырған қазіргі заманда бұл кісінің шәкірті Тұрсын Жұртбай. Білмей мұны жазған жоқ деген абайдың Шығыс Түркістанға өтіп кеткен екі қолжазбасы негізінде жаңағы біздің Сыңжан қазақтарының қолына түскен қолжазбалар негізінде соңғы текстологиялық зерттеу еңбек білмей мұны жазған жоқ деп аталады. Бірінші, екінші том. Мұнда жаңағы айтып отырған сияқты бірнеше абайдың жинақтары 1909 жылдан бастап 23-і, 61 ма сондай жылдарда, сосын 95 жылғы. Және оның сыртында Шериадан Нәрсегүл деген ол қалай өтіп кеткен ар жаққа? Ол Шәкәрім ұрпақтары арқылы. Шәкәрім ұрпақ 31 жылы арғы жаққа өтті ғой, Зият деген ұлдары бар. Сол кезде солай өткен. Содан кейін екінші қолжазба бұл бір аты жөні белгісіз, бірақ халық арасынан табылған, нақты кімге тиесілі екенін білмейтін Тұрсын Жұртбай ағамыздың өзі, ұстазымыздың өзі хатқер кәкім деген шартты түрде жұмысшы атауын қойып, сол арқылы зерттеу жұмысын жүргізген Аманжан Жақып арқылы қолға түскен қолжазба. Міне осы екі қолжазбамен жаңағы бұрынғы қолжазбалардың бәрін қамти отырып жасаған текстологиялық еңбек. Онда мұнда бір 15-те ме 16-та ма критерий көрсетілген. 12 қойдым, ұмытпасам. 12-13. Және соның мысалдарын сол қолжазбадағы суреттерді қию арқылы скриндеу. Содан кейін мәтінді өзін беру, тұтас факсимиле. Сондай ғылыми жұмыстар атқарып, осы жұмыс жалғасып келеді. Енді абайдың текстологиясы деген еңбек Қайымның қолынан шыққан. Абайдың ақындық мектебі деп аталатын. Абайдың ақын шәкірттері және абайдың мұрагерлері дейтін. Әрқайсы 2 томнан тұратын. Абайдың ақын шәкірттерінің 4 том. Сонда бас аяғы 6-7 кітап болатын, жеке-жеке өте бір үлкен сүбелі еңбектердің басын құрайтын болса, бір ғана абай тануда осыншама өлшеусіз мол сіңірген. Және сол еңбектер арқылы 95 жылы жаңағы мемлекеттік сыйлықты иегері атанып отыр. Сондықтан бұл және бір ерекше абайтанудағы сіңірген қызметі абайдың ақындық мектебі дегенді ғылыми айналымға енгізді. Оған дейін енді абайды өзінің ғана қарастырып келді ғой. Абайдың өзі және шығармалары өмірі. Мысалы бір Мұхтар Әуезовтің өзі өмірбаянын 4 рет жазады. Абайдың өз айналасында жүр. Ал енді айналасындағы адамдарды зерттеу бұл оның шәкірті Қайымға бұйырған несібе болып тұр бағыт. Сондықтан абай және абайтану және Қайым Мұхамедхан деген зерттеу еңбек жазғанбыз. Онда енді абайға сіңірген 20 шақты
еңбегін көрсеттік. Мәселен, бір ғана Алматыдағы абай ескерткіші бар ғой, Кәкімжан Наурызбаевтың суреткерлігімен жасалған. Осында Мұхтар Әуезов екеуі ақыл кеңес беріп, сәтті шығуына, оның қандайды бір заводта құйылуына ықпал жасаған адамдардың бірі дейді. Сосын ең әйгілі ескерткіш қой енді. Жалпы абайға қатысты не дүние бар, соның барлығында қайынның есімі бірге аталу керек. Мұхтар Әуезовтің есімі қалай аталса, ол кісінің де. Сосын Мұхтар Әуезов демекші Абай жолы роман жазған кезде оған қатысты жер су атаулары, ономастикалық, топонимикалық атаулар, сол кездегі Абайдың ар жағында өмір сүрген, бер жағындағы адамдар болсын, арғы бергі тарихи тұлғалар жайындағы деректерді де Қайымнан алып отырған. Өйткені Қайым Әуезовтікке қарағанда Семейге жақын, Семейдің өз ортасында әлі күнге өмірінің соңына дейін тұрған адам. Сондықтан әлі күнге дейін көп нәрсені біледі. Абайға қатысты, ұрпақтарына қатысты, айналасындағы шәкірттеріне қатысты деректерді Абай жолының жазылуына көп ықпалын тигізген екен. Міне осыдан да көп нәрсені айта беруге болады. Мысалы, 40 жылдан бастап тек Абай емес, мысалы, сол кездегі қазақтың батырлық жырлары, Бұқар жырауға қатысты, Мәшһүр Жүсіпке қатысты, Қабанбай батыр жырына қатысты көптеген эпикалық жырлар сақтап отырған. Және оның қолжазбаларын тапқан ел арасынан. Соның барлығын Ұлттық ғылым академиясының қолжазба қорына тапсырып отырған. Мұның барлығы да айналып келгенде ғылымның жұмысы. Және ғылымға таза шынайы ғалым ретінде, ары таза адам ретінде, қолы таза, ешқандай мансап, аша, материал дүниені ойламай, таза ғылым жолында еңбек сіңірген бірегей тұлға деп есептеуге болады. Ендігі сұрақ мынау, өздеріңіз Әлекеңнің бір бүркеншік аты дейміз бе, қыр баласы деген. Солай ғой. Сонымен Әлекең қаншама материалдар жазғанын білеміз. Сол қыр қазақ есімін өздеріңіз ұйым қылып, солай ғой, қоғамдық ұйым қылып, Алаштың біз білмейтін қаға берісте жатқан Алаштың кіші үлкен буыны бар деген секілді дүниелерге атсалысып жүргендеріңізден ептеп хабарымыз бар. Міне алдыңызда самсап біраз кітабы тұр. Осының ішіндегі қалай болғанда да есім сойын былай білгенімізбен де шыны керек ешкім мазмұнын сіңірген еңбегіміз аса біле қоймайтын да тұлғалар жаңа жүр. Осы біріншіден бұл істеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Аруағы разы болсын, еңбектерің елене берсін. Осының ішіндегі бір айрықша атап өтетін бір тұлғалар болса, жалпы мұндай мақсатқа не себептен келдіңіздер? Жаңағы тағда есім сой қаға берісте беймәлім тұлғалардан нені түйдіңіздер, осы хақында да айтып өтсеңіздер. Жақсы, біз өзімізде ғылым саласының ішінде әдебиет тарихына, оның ішінде алаштануға қарай бет бұрған кезеңде біздің алаштануда ақтаңдақтар өте көп қой. Өйткені кейінгі Абайдан кейінгі ғылым абайтану ғылымнан кейінгі оның іле-шала содан кейін пайда болған ғылым ретінде дамуға тиісті еді, бірақ өздеріңіз білесіздер, тарихтан советтік идеологияның кесірінен ол кісілердің барлығына тыйым салынды, есімдері аталмады, ұрпақтары қуғынға ұшырады. Енді жаңа тәуелсіздік кезеңінде бұл дүниеге қайта жаңаша көзқарас керек, бетбұрыстықтар керек, үлкен-үлкен дүниелер, шаруалар атқарылу керек. Әрине біздің үлкен алдымыздағы аға буын, үлкен алаштанушылардың барлығы, ол енді үлкен-үлкен кесек тұлғалардың барлығын шығарып болды. Әлихан бастаған Ахмет барлығы шықты. Ал енді одан кейін ізбасарлар болу керек. Барлығы да бірдей тұлғалар емес, мысалы Әлихандар өте үлкен жоғарыдағы саяси элита. Одан кейінгі орта деңгейдегі саяси қайраткерлер бола ма, дәрігерлер, мұғалімдер, әр саланың өкілдері деген сияқты әр қайсының өзінің дәрежесіне, деңгейіне қарай қызмет етті. Бәрі айналып келгенде бір үлкен алаш қозғалысының ішінде жүрді. Сондықтан біздің жолымыз, ғылымдағы жолымыз, ол Қайымның да жолы. Қайымның жолы, ол кешегі Алаштың жолы. Сондықтан бәрі бір-бірін жаңағы байланыстырып жалғап тұрған алтын арқау. Қайым атамыз міне қандай керемет кезіндегі тарихи ескерткіштерді, фотосуреттері, олардың мұраларын қалай жарыққа шығарса, ол сондай бір керемет дүние жалғасуы керек. 21 ғасырда, қазіргі заманда тіпті өте қажетті, ділгір мәселе деп ойлаймын. Сондықтан біз осы қыр баласын құрғандағы мақсатымыз мынау алаш қайраткерлерінің есімінде аталмай қалған, әлі күнге дейін ақталмаған тұлғалары да бар.
әлі күнге дейін ұрпақтары толы шығып жан жаққа бытырап кеткен, өзінің аталарын да біле қоймайтын ұрпақтар. Соларға қайтаран өзінің аталарын таныту, есімдерін қайта жарыққа шығару, еңбектерін жинау, әр жақта шашылып жатқан дүниелерін басын қосып, бір үлкен ғылыми негіздегі еңбектерін жариялау. Міне Қыр баласының Алаш кітапханасы деп аталатын серия қалыптастырдық. Қандай керемет. Бұл Біләл ғой енді. Біләл Сүлейұлы деген керемет Алаштың қайраткері, педагог, білім менеджері, қазіргі тілмен айтатын болсақ. Мынау қазір Семеймен байланыстырып айта жіберейік, өйткені Қайымға байланысты тақырып. Семейге бір кісідей қатысы бар адам, Біләл Сүлейдің өзі Жетісудың азаматы болғанменен Семейдегі Шәкәрім атындағы университеттің алғашқы ұйымдастырушысы және бірінші ректор болған адам. Жарықты. Және 37 жылы сол ректор болып тұрған жерінен тұтқынға алынады, содан репрессияға ұшырады, сосын ату жазасына кесілген. Өте тағдырлы тұлға. Өзі ақын, өзі журналист, өзі сатирик, өзі драматург, өзі тіл маманы. Ахмет Байтұрсынмен бірге Бакуге барған, түркологтардың съезіне қатысқан тұлға. Сол сияқты жан-жақты қайраткер. Және бәрімді білетін Ілияс Жансүгіровтің ағасындай болған адам. Өмірді жақсы сыйласқан, кейінгі бір тағдырлары ортақ деген сияқты. Міне осындай Біләл Сүлейұлы сияқты қайраткерлері біздің қазақ қазір қоғамында көп айтыла бермейді, көп дәріптеле бермейді. Бұл кісінің өзі өрім бұтақтары бар ма екен? Өрім бұтақтары бар. Бұл кісінің баласы Жәнібек Сүлейұлы. Оның баласы тағы да Жәнібек Сүлей, немересі Жәнібек Сүлей деген. Орыс тілді журналист, Алматыда тұрады. Өзі осы кітап шығарған кезде сол ұрпағы келіп, риза болып, қуанып, жаңа атасының дүниесі шыққанына. Мұндағы деректердің барлығы архив қорларынан алынды, бұрын соңды жарияланбаған, ескі газет журналдардан, сол сияқты ұрпақтарынан фотосуреттер жиналды. Міне жас кезіндегі суреті. Мынау негізгі кітап осы кісінің өз шығармалары бастан аяқ. Біздің жанымыздан қосқан сөзіміз жоқ. Егер қосу керек болса. Материалдар көбінде қазақ газеті ме қайда шығыпты? Нені? Бұл қазақ газетінде бар. Айқапта шыққан, сосын кейінгі тілші газетінде сияқты бірнеше газеттерде сол кезде шыққан, шөте жадумен шыққан газет материалдар. Осыны құрастырған белгілі алаштанушы жас ғалым Елдос Тоқтарбай деген азамат. Өзінің жерлесі осындай азамат ұмытылып жатыр ғой деп үлкен намыспен кірісіп аяқтаған дүниесі. Одан кейін керемет тағы бір ғажап адамымыз бұл Абдолла Байтасұлы. Бұл 41 жылға қатысып болыпты. Бұл кісі кейінгі, бұл кісі Қазақтан сырт аймағында Бішкек жақта, Қырғызстанға өтіп кетіп, сол жақта қайғылы қазаға ұшыраған. Абдолла Байтасұлы тілші ғалым, әдебиеттанушы, ахаң сияқты тұлға, ізбасары болған адам. Ахмет Байтұрсынның үнемі қасында жүрген. Және көп дүниесі ахаңа да телініп кеткен. Солай ма? Мына ішінде бұны құрастырған Ұшқын Сайдырахман деген досымыз, бауырымыз. Мұнда ахаң еріп қалған дүниелері қайтаран өзіне әкеп. Мысалы көркем әдебиет туралы деген мақала бар. Соны осыған дейін кейбір кітаптарда ахаңа байлап жіберген екен. Ал енді ол қиянат қой енді бұл кісінің тұлғасына, шығармашылығына қайтаран осыны алып келді. Міне осындай Алаш кітапханасы деген көркем әдебиет туралы деген бұл мақаласы ғой. Мақала бар. Соны ахаңа теліп жіберіп пе? Иә. Осы мақала осы кітапта бар. Ол жаңағы кезіндегі ескі газет журналдардан жинаған. Бұнда біздің өзіміздің жазғанымыз алғы сөз, соның ғылыми түсініктері. Яғни бұл кітап академиялық ғылыми басылым болғаннан кейін ол нәрселер болу керек. Және соған қатысты деректі фильмдерді қамтылып отыр ішінде. QR код арқылы кез келген смартфонмен кіріп ашуға болады. Ал енді мына бір тұлғамыз, бұл Біләл Малдыбайұлы деген осы Арқаның қадағы, Көкшенің тумасы. Біләл бұл Мағжан Жұмабаевтармен жақсы араласқан, дос болған. Және бұның ұсталу, репрессияға ұшырау тарихы да қызық. Бұл екі азаматта, бір жердің азаматтары. Степняк деген қалаға Мағжан сапарласып келген кезде бір дастарханнан шай ішкен, әңгіме болған, ұлтшылдық мәселесі қозғалған. Сөйтіп отырғанда біреу жеткізген, арыз жазған, көрсетеді. Сөйтіп бұл екеуін жаңағы арызына тіркегеннен кейін 37 жылы екеуі қатар бір күнде Қызылжарда атылған. Бұл екеуінің де тағдыры бірдей. Екеуі де ғалым, педагог,
және мына Біләл Малдыбайұлының бір ерекшелігі, бұл кісі фельдшер, дәрігер болған адам, мал дәрігері, және қазақтың арасына тараған ауру туралы еңбектер жазған. Сол кезде оба, сүзек, құрт аурулары, соған байланысты еңбектер жазған, аударма жұмыстармен айналысқан. Медицинаның қиын кезеңінде сондай жұмыстар атқарған. Соған қатысты дүниелері бар. Өз шығармаларда осылай жинақталды, және мынау еңбек осы кісінің тұлғасынан алған алғашқы зерттеу еңбек. Ерден Рахмет деген жас біздің бауырымыз, зерттеуші. Ерденнің несімен университеттің 4-ші курсында оқиды. Міне осы дүниені шығарды. Ал мынау Сейітбаттал Мұстафаұлы деген кісі. Бұл да осы Көкшенің қазағы. Жаңағы айтып отырған Абайдың алғашқы журналы Семейде шықты 18-ші жылы. Осы Қайым, оның әкесінің қатысы бар бірегей басылым болды. Осы журналды шығарған редакторлардың бірі болды. Жүсіпбек Аймауытұлы болды, Мұхтар Әуезов болды. Сол жерде жазып тұрған Шынжыр Керейбаев деген кісілер болды. Тұрағұл да жазып тұрды оған. Сол сияқты тұлғалар сол замандағы Алаштың қайраткерлері. Өз саласынан бөлек қазаққа не керек деген нәрсеге бас қатырып, аянбай жұмыс істеген адамдар. Және сол жолда басын бәйгеге тікті, қатерге тікті. Ұрпақтары да то-то шығып жан-жаққа кетті. Жалғыз қызы болды бұл кісінің. Осы бертінде қайтыс болды. Міне осы ұрпақтармен кездесіп, осындай дүниелер шығарсақ, өте ғажап. Мұраларын жинап, кітап қылып басылып шығарсақ. Өте ғажап, Аруақ разы болсын. Мына ендігі кезекте кімдер тұр? Көп қой. Көп қой, иә. Мәселен, Байбатыр Ержан деген кісі бар. Сосын Ережеп Итбайұлы деген кісі бар. Қазір есіме түсіп отырғандары. Жаңағы Абдолла Байтасовтың бір ғана том емес, тағы 2 том шығарамыз деп. 3 том болады. Еңбектер өте сүбелі, жан-жақты жазылған. Сол сияқты. Мына Қоңырқұлжа шықты ма жекелей? Кім? Мына кімнің әкесі бар ғой, атақты Қыз жібек фильмінің режиссері болған. Сұлтанбек Қожықовтың әкесі де атақты адам екен ғой. Қоңырқұлжа. Олар бар енді, оңтүстік Алаш қой, Алаш қайраткері оңтүстік. Олардың кітаптары сосын кейін мына хабарым жоқ, бірақ музыкаға қатысты, мына Қанатталды әніне қатысты мен бір зерттеу жүргізгенімде, мына 37 жылдар 34-37 жылдар арасындағы репрессияға ұшыраған әндер деген не бар? Әндер тізімі деген бар. Одан кейін шықты орысша кітап. Сол музыка, сондағы жаңағы сөздері өзгертілген, оның авторы ретінде, мысалы, жаңағы Орынбек Беков деген адам аталады. Сол жаңағы Қанатталды әнінің дегенге қатысты. Енді алғашқы театрдың директоры. Иә. Мысалы, ол да мен сол кезде Орынбек Бековті зерттеп көргенімде соңғы тамшы қан дей ма, мен керемет мақалалар жазған адам екен ол кісіде. Өте бір бетке адам болған. Өжет адам. Ол кісіде мысалы сонда кішкентай қана құмалақтың тілдеген бір несінен енді ақпарат тауып соған мен таң қалдым сол адам. Мысалы бұл кісілерде жеке зерттелген жоқ қой. Бар ма бұл әлі сіздердің? Ол кісі туралы алда болашақта зерттеле жатыр. Бірақ енді біздің жоспарымыз бойынша алдағы уақытта жаңағы Мұстақым Малдыбайұлы деген кісі, осы Қарқаралының азаматы. Одан Мұсағали Абдулғазиз Мұсағалиев деген Мамания мектебінің директоры болған кісі, мұғалімдер. Сол сияқты Семейден басқа да осындай бірен-саран мұғалімдердің есімдерін шығарайық деп отырмыз осылай. Бұнда өз мұралары жиналады, және соған қатысты зерттеу еңбектері, мақалалар қосылып беріліп отырады. Сосын ғылыми түсініктермен алғы сөз жазылады, сосын фотошежірелер міндетті түрде қосылады. Одан кейін ол туралы деректі фильмдерді қосып отырмыз. Оның барлығы да сол тұлғаға қатысты дүниелер таратылу керек. Орынбек Беков, сол туралы білем есімде, ол кісі Алматыға көшкен кездегі театрының директоры болған, алғашқы Әуезов театрының. Сол кісі туралы драмалық шығарманы Думан Рамазан ағамыз жазып шықты. Сол кісінің керемет тұлға болған, өжет адам болған, ешкімнің басын ындырмайтын ешкімді. Сондай бір бетке өзінің принципі бар. Міне осындай тұлғалар әлі көп шығара берсе, өйткені 25 мың қазақ азаматы атылған репрессияда. Оның сайда саны құмда ізі қалған жоқ. Ұрпақтарының өзі ататын танымайтын халге жетті ғой.
қазір мен бір мектепте жұмыс істеп жатырмын, 87-ші мектепте. Кездейсоқ өткенде бір әңгімеден әңгіме шығып, сонда бір мектепте істейтін мұғалім, орынбасары директордың атасының туған бауыры Ғаббас Дәулетбеков деген кісі екен. Ол жаңағы мына Абдулла Байтасұлы, бәрі Қошке Кемеңгер сияқты тұлғалар, тілші ғалымдар өздері жиналып қазақ орыс тілмашын шығарған екен. 25-ші жылы Ташкентте шыққан кітап. Сонда құрамында болған сөздік шығарған. Ал өзінің мамандығы Орта Азия университетінің заңгерлігін бітірген. Бірақ сонда қарап отырсаңыздар, өздері басқа мамандық бітірсе де, мынау руханият мәселесін шет қалған жоқ. Айналысатын сала солшы болды. Өйткені ағарту деген нәрсе ол әлемдегі жалпы дүние жүзіндегі ең үлкен кәсіп, ең үлкен мамандық, ұлы мамандық ағарту. Адам баласын ағарту деген нәрсе одан артық нәрсе табылмайды. Сондықтан біз қазіргі мына қыр баласының атқарып жатқан шаруасы, менің айналамда жүрген қыз жігіттердің барлығының да осы ағартушылықпен айналысып жатыр деп толық айтуға хақым бар. Мынандай дүниені шығарып жатырмыз. Жылдың соңына қарай тағы да осындай 10 шақты тұлғаны шығарамыз деген жоспарымыз бар. Қандай керемет. Бұл демеушісі кім? Бұның демеушісі әрине бізде бір-екі облыстық әкімдіктер көмектесіп жатыр. Мысалы, Біләл Сүлейұлына байланысты Алматы облысы әкімдік ақша бөлді. Сол сияқты Ғадынбек Бірімжанға Қостанай облысының әкімдігі ақша бөлді. Ал қалғандардың барлығы жеке адаматтардың қалтасынан шығып жатыр. Оны жаңағы біздің айналамызда жүрген жігіттер бар. Неше мың данамен шығып жатыр? Әрқайсысы 1000 данамен шығып жатыр. Оңай дүние емес. Осының барлығы да біздің руханият үшін, болашақ үшін, кешегі Алаштың атқарған қызметтерін, резонансный жаңағы феноменді еңбектерін бүтін бағалауымыз керек. Ол үшін осындай дүниелер шығу керек. Бұл менің хабарым болғанмен бұл кітаптар неге бір қазір сатылымда бар ма, бұлар тұр ма? Бұлар сатылымда бар, жеке қолда. Және неге бұны жарнамаламайсыздар? Мысалы, мынау әлеуметтік желіде кәдімгідей мынаны сүйіншілеп тұрып жарнамалайтын кітаптар ғой. Біз шыққан кезде жарнамаладық. Мысалы, біз бұны мамыр айының 5-6 күндері өзіміздің қолымызға тиді. Сол 10 күндері, 12 күндері әлеуметтік желілерде таралды. Одан кейін басылып қалды. Қайта-қайта айландырып отыру керек бұны. Одан кейін 31 мамырда біз акция жасадық. Әрқайсымыз 1000 теңгеден бағасын түсіріп қойып саттық. Қазір енді алушылар өте аз. Өткізу қиын болып жатыр бізге. Өйткені әрқайсы 1000 данадан шығардық. 1000 адам алып кетсе болар еді, бірақ 1000 дана адамда шықпай тұр ғой. Оның өзі жанында тұрған досым деген қаңның өзі бір кітабын алған жоқ әлі. Оқай алмаса қатқасы кім алады енді? Аламыз. Сөзімді өткізіп жібердің. Сонымен біз енді Қайым туралы әңгіме айтқан кезде ол кісінің өмірі, мына қазіргі оған қарсы неше түрлі шабуылдар болар екен. Қайымға қарсы. Мәселен, осы Астанада көшесі берілді. Одан кейін оғының артына биыл міне Құдайға шүкір мектеп аты беріліп жатыр. 90-шы мектеп гимназия. Ол кезінде өзінің шәкірті Ербол Іргебай ағамыз марқұм жарықтық. Сол кісінің жүгіруімен, бастамасымен аты беріліп, қазір ресми түрде бекітілді. Міне осы мектепте Қайымның атында музей болу керек. Шығармалар сонда жиналу керек. Соған қатысты бөлмелер жасақталу керек деген жұмыстар жүргізілу керек. Мұны директормен таныс едік, сөйлесіп те тұрамыз. Бірақ бөлген орын 3-ші орындан бөліп отырғанда мен кішкене наразымын. Оны Аязжанның өзіне айттық. Бірінші қабаттан берілу керек. Кез келген мектепте музей деген нәрсе 3-ші орын жоғары шығып жатпайды ғой. Ең бірінші кіріп келгенде көрініп тұру керек, көрініп тұру керек. Оның алдында Қайымның бүкіл тұлғасын, образын суреттейтін бір ескерткіш болу керек. Бюст кеудемісіні. Содан кейін жаңа музейде ең басты тақырыптар көтерілу керек. Содан кейін барып жеке-жеке кабинет ашса болады. Абай тану. Қайым және Абай деген. Әуезов. Қайым және Әуезов. Алаш және Қайым. Ол сияқты кете береді, ол тақырып өте көп. Этнография. Қосқан үлес бар ма? Бар. Музей тану. Өлке тану. Әр кабинетке Қайыммен байланыстырып беру керек деп ойлаймын. Сонда ғана ол мектептің тұжырымдамасы, концепциясы сол көрініп тұрады. Салтанат құрар еді. Ал енді тағы бір нәрсе, бұл Қайымның атына, шығармашылығына жасалып жатқан қиянат, диверсиялық шабуылдың бірі. Мысалы Семейдегі зиратына байланысты. Неге сол?
оны 2 жыл бұрын ба 1,5 жыл бұрын ұрпақтары Дина Қайымқызы хабарласып шырылдаған. Оның басында тұрған құлпытасты сындырып кеткен. Неге? Біреулер сындырған дейді қасақана, өйткені ол сынатындай құлап қалатындай жерде тұрған нәрсе емес, әбден орнатылған. Бірақ білмеймін не үшін, қандай опасыз ондай нәрсеге барады. Бұл қайдан шыққан нәрсе? Негізі бұл менің ойымша сол жаңағы біздің президентіміз баяғы айтқан, кто такой Мұхаммедханов деп басталатын, менсінбеушіліктен. Соны танымай жатқандығынан. Содан болды деп ойлайсыз ба? Сонан болып жатыр деп өзімді ойлаймын. Өйткені содан кейін барып осындай нәрселер көбейіп кетті. Осы жолда бір жақында тағы бір көтерілді, Жақында да болды осы жақында болды. 1 жыл бұрын ба, осы былтырлары ма, көктемде ма? Жалпы енді мынау қалай болғанда да тұлға болғаннан кейін ол күнгөй мен көлеңкөз өмірдің қатары еріп жүреді ғой. Адам болған соң оның дұшпаны болады. Солай ғой. Адам болғаннан кейін оның тырнақ ішінде жауы болады деген секілді. Мүмкін енді осыны өздерінің мысалы көбірек айналысқан, белгілі мөлшерде белгілі бір адамдардың атын атап тірісінде кәдімгідей шын тезін іліп жүрген. Шын тезін іліп жүріп, сол арқылы оның ішінде бір ондай да болуы мүмкін. Ішіне бір беріш кеткен, ішіне бір кек кеткен. Мысалы, шындап келгенде, мысалы Сатыбалды Нарымбетов қандай керемет режиссер, өзіңіз білесіз. Мысалы, сол аманатқа байланысты, Кенесарыға байланысты ғой, фильм ғой енді, оның ішінде жаңағы 3 кезеңдік жақсы бір фильм. Сондағы ең өзі бір сұхбат беріп отқандағы, айтып отқандағы мәселесі, сондағы ана Ермаханға байланысты, ана үстінен арыз жазған, сол кездегі сол менсінбеген, оның солардың барлығы аттар бойынша аталды дейді. Киноның ең бір жетістігі, біз бәрін қойдық. Сонда Асан Әлі Әшім тағы бір белгілі бір тұлғалар отырады, соңында басында адамдар көп болып тұрған дейді. Соңында 3-4 адам қалдық дейді. Ары қарай зерделей керсек, жаңағылардың барлығы адамдардың тұқымдары дейді. Аяғына жетпей тастап тайып тұрыпты. Мысалы, сол секілді ғой, мысалы, анау бағана стеграма деген мәселеден де шығып отыр. Бекмаханов, Ермұхан Бекмахановпен тағдыры ұқсас қой, жаңа 51 жылдардан. Соны айттым. Ол екеуіне қарсы сөз сөйлеген, жолын жапқан, кесірін тигізген, білдей бір үлкен адаматтар оларда. Тарихшылар, әдебиетшілер, әлі күнгі ұрпақтар арамызда, және олар мықты жерде отыр, мансапты адамдар. Кей кеткен болуы мүмкін, іште бір қыжыл болуы мүмкін, сол ұрпақтар арқылы жасалып жатуы мүмкін. Бірақ қалай болғанда да, енді сондай жаңағы зиратына барып, сондай қиянат жасайтындай үлкен кешірілмес күнә жасап отырған сияқты. Ондай емес қой. Мен ешкімді ит болып қаппадым, ешкімге қиянат жасамадым деп өле-өлгенше айтып өткен Қайымға ешкімде кінә таға алмайды. Оның аты, ол біз айтамыз расында, біз совет кезеңінде бір-бірімізге айдап салды, тапты көзқарасқа ұшыратты, иттің етіндей жек көретін болды бір қазақтың баласы. Бірақ айналып келгенде қай идея өміршең? Қазір біз қай идеяның артында жүріп келеміз? Қай идеяны біз ту ретінде көтеруіміз керекпіз? Сол кешегі Шолақпен Сейділер қатты айналысқан совет идеологиясы ма, жоқ әлде біздің өзіміздің ұлттық идеология алашты ма? Сол тұрғыдан келгенде бізде әлі тазару жоқ. Қоғамда тазару болу керек. Ішкі мәдениеттің анау өткен нәрсенің бәрін жойып, жаңа көзқараспен қазіргі бүгінгі күнмен қарау керек қой. Осы тұрғыдан келген кезде менің басымды кесіп алса да айтарым осы деп айтатын Қайым сияқты тұлғаларға қоғам зәру ғой. Әлбетте. Керісінше оларды ұрықтау керек, дәріптеу керек. Сондықтан біздің жолымызда осы кісіні ұрықтау, дәріптеу, мұраларын насихаттау, қорымен жұмыс істеу, ұрпақтармен байланыс орнату. Соңғы осы қыздары Алматыда, ұлдары бәрі үлкен-үлкен белгілі тұлғалар оларда. Ғылым саласында, айналасында, руханият мәселесінде байланыс үзілген жоқ. Менің әр қадамымды біліп отырады ол кісілер. Мен мысалы осындай нәрсе істеп жатырмын десем, ой деп қуанып, бүгін бірнеше суреттерін жіберді деген сияқты. Міне қарап отырсақ, Қайымның айналыспаған саласы жоқ, Қайымның қалам тартпаған әдебиет жанры жоқ. Біз аудармашылығын айтқан жоқпыз, драматургиясын айтқан жоқпыз, педагогикалық қызметін айтқан жоқпыз. Тіпті оның 10 бала асырап алған қарапайым бір керемет әке екен. Қазақтың демографиясына қосқан үлесі жайында айтқан жоқпыз.
Үйтіп айта беретін болсақ, бұл әңгіме сағаттан сағатқа, күннен күнге кете береді. Расында да бір ғұмыры, істеген ғұмыры сыймайтын, ақылға сыймайтын бір тұлғалар болады. Сондай адамның бірі қазақ барда, мен ойлаймын, қазақ барда, ар-ұят барда, принцип барда қайым бар деп есептеймін. Қалай болғанда да рас 10 томдықтан, жаңа 13 томдықтан ары қарай асып, ернеуден асып жатқан тұлғаны біз бірер сағаттың ішінде әрине сыйғыза алмаймыз. Не десек те, қалай болғанда да келіп қайым жайлы ақпар бергеніңізге, өйткені енді бұл тұлғаның аты аталғанда соған келіп құрмет көрсетуде, оның нарқын түсіну, мәдениетке жету деп есептеймін. Мына сөзімізді жықпай осында келіп табылғаныңызға өзіңізге көп рахмет айтамын. Бұл басы да аяғы да емес, әлде жалғасады ғой деп есептеймін. Себебі мына істеп жатқан істеріңізге берекет берсін. Осы жаңадан шыққан тұлғалар хақында да бір бөлек сөйлейтін. Ол тақырыпқа да арнайы келетініміз өз басы ашық болып тұр. Өйткені әрбір кітаптың дүниеге келуі, бір тұлғаның тіріліп келуімен бірдей нәрсе, оған қатысты міндетті түрде айтылу керек, сүйіншілену керек деп есептеймін. Бұл біз үшін, біздің ұрпақтың санасы үшін қажет шаруалар ғой деп есептеймін. Мүсіркейтін адамдар шындығында келгенде бұл кісілер емес, мүсіркейтін адам сіз бен біздің санамыз. Тұлғаға мән бермейтін мақау көңіліміз деп ойлаймын. Сәке бір керемет әңгіме болды ғой деп есептеймін. Арасында Алашты тану мұрат, Алашты танымға жету ол парыз деп ойлаймын. Мына таңдаған жолдарыңызға, ғылымдағы жолдарыңызға әруақ жар болып Алланың шапағаты болсын. Аман болыңыз. Құрметті көрермен қауым, осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше тек амандық болсын.